Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай өте жұмсақ, үлпілдек, ішін қараңыздаршы, іші деген мякотьқа толы, сондай ең сәтті бауырсақтың рецебімен бөліскім келіп отыр. Қараңыздаршы, не деген дәмін енді айта алмаймын. Ол үшін бізге бірінші жылы суымыз қажет. Оған бір ас қасық дрожжи қосамыз, бір ас қасық қантымызды қосамыз, сары майымызды қосамыз. Менде қолдың сары майы. Бір жұмыртқамызды жарып, артынан тұзымызды қосамыз. Сөйтіп жақсылап араластырамыз. Суымыз жылы болғандықтан майымыз ақырындап өзі ериді. Оны толық ерігенін күтудің қажеті жоқ. Жұмсарса болды. Ақырындап осылай ұнымызды қосып, басында осылай қасықпен араластырамыз. Сосын артынан жайлап қолмен араластырып, қолмен илейміз. Ұнымызды осылай ақырындап қосқанымыз дұрыс болады. Себебі бірден қоссақ әркімде әртүрлі жаңағы ұн болғандықтан өте қатты немесе өте жұмсақ болып қалуы мүмкін. Сол үшін постепенно қосу арқылы қамырымыздың жұмсақтығын регулировать ететін боламыз. Мінекей осындай қолға жабыспайтын жұмсақ қамырымыз дайын. Ыдысымызға салып, пакетпен жауып, қақпағын жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағаттан кейін алып, 2-3 есе көтерілген қамырымызды бір бастырып аламыз осылай. Әдемілеп бастырып алғаннан кейін қайтадан 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз осылай 2-3 есе болып көтеріледі. Енді оның үстіне әдемілеп ұнымызды сеуіп, қамырымызды столдың үстіне түсіріп, 2-ге бөлемін мен өзіме ыңғайлы болуы үшін, және де бір бөлігін тоңазытқышқа қатырып қоятын ойым бар. Сол себепті тек бір бөлігін ғана пісіретін боламын. Осылайынан 2-ге бөлген соң ішіне кіргізіп қамырымызды домалатып алып, бір қамырымызды әдемілеп домалатып жайып аламыз. Қалыңдығын өздеріңізге қалай ұнайды, солай жазсаңыздар болады. Мысалы, қамырыңызды 1-2 сантиметр қалыңдау қылып жаятын болсаңыз, бауырсақтарыңыз өте томпақ, іші нанға толы болып шығады. Мен орташа қылып жайдым. Сол себепті менде кейбіреуі ортасы нанға толы, кейбіреуі ортасы пустой болып шықты. Осылай әдемілеп майлықтың үстіне тізіп алып, бетін жауып қоямыз. Кішкене демалу керек, 20 минуттай. Ол аралықта майымызды қыздырып аламыз. Мен сұйық майдың үстіне кішкене іш май қостым. Бауырсақтарыңызды пісірген кезде бауырсақ өзіне өте көп майды сіңіріп алмайды. Бірақ іш майды ұнатпасаңыздар, қоспасаңыздар да болады, ол шарт емес. Алдымен майымызды қатты қыздырып аламыз. Артынан баяу отта бауырсақтарымыздың екі жағы қызарғанша әдемілеп осылай пісіріп аламыз. Мен бұл бауырсақтың рецебін бір повардан алған болатынмын. Өте дәмді, өте жеңіл және де керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Енді жұмсақтығын, дәмін енді айта алмаймын. Қонақтарыңыз енді прям в восторге болады. Мүлдем бауырсақ жасай алмаймын деген адамның өзі мына рецептпен бірінші реттен-ақ жасап кететініне күмәнім жоқ. Қараңыздаршы, қандай қытырлақ, жұмсақ, өте дәмді. Енді міндетті түрде жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Бауырсағым ұнаған болса, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.